Сәлем барша көрермендер, сіз Бастайық каналын көріп отырсыздар. Әлемдегі қызықты фактілер, мәліметтер, жаңалықтарды білгіңіз келсе, біздің каналға тіркеліңіздер. Дүние жүзінде экономикасы мығым және табиғи байлығы мен адам капиталы, жалпы жылдық табыстың жан басына шаққандағы мөлшерін, сондай-ақ ұлттық валютаның сатып алу мүмкіншілігін есептей келе, Бастайық каналы әлем елдері ішінен суырылып дара шыққан ең бай 10 мемлекеттің тізімін назарларыңызға ұсынады. 10-шы орынға жайғасқан Нидерланды мемлекеті. Тек табиғи байлықтарға ғана бай мемлекет емес, сондай-ақ ол геосаяси, территориялық маңызды аймақта орналасқан. Еуропаға өтетін барлық жолдар Нидерланд арқылы өтеді. Нәтижесінде нидерландықтардың жылдық табысы $42.918 құрап отыр. Бұл 10-шы орын үшін жаман көрсеткіш емес. Рейтингтің 9-шы орнына Швейцария мемлекеті жайғасқан. Себебі Швейцария тек шоколад және әйгілі сағаттармен ғана емес, өздерінің білімділік коэффициенттер арқылы да әлем елдерінен оқ бойы озық шығуда. Мұнда тұрғындардың 98% жоғары білімді, және Швейцарияда банк секторы мықты дамыған. Соңғы жылдарда Гонконг қарқынды дамып келе жатқан үздік 8-дік қатарынан табылып жүр. Мұнда тиімді экономикалық саясат, арзан салық реформасы еркін сауда-саттыққа жол ашқан. Бұл әлемнің түкпір-түкпірінен инвесторлар тарту үшін де тиімді. Сондықтан Гонконг көбіне туристік қала саналып кеткен. Десе де, мұндағы жылдық табыс мөлшері $44.996 құрайды. Дүние жүзінде алпауыт саналатын ақш рейтингтің 7-ші сатысынан бірақ шықты. Экономикалық, әскери, еңбек капиталы жөнінен ақш әлемді өзіне мойындатқан мемлекет. Мұнда жылдық табыс мөлшері $46.874. 6-шы орынға жайғасқан Біріккен Араб Әмірліктері. 1953 жылдардың бас кезеңінде Біріккен Араб Әмірліктері қаржы дағдарысынан қатты әлсіреген. Экономикасы тұрақсыз, халқы кедей елдердің қатарында болған. Алайда, Біріккен Араб Әмірліктері геотерриториясының аса ірі мұнай қорын тапқан соң бәрі өзгерген. Бүгінде Біріккен Араб Әмірліктері әлемнің ең бай 10 мемлекетінің қатарынан табылып отыр. Мұнда жалпы ішкі өнім жан басына шаққандағы жылдық табыс мөлшері $47.694 құрайды. Әлемнің ең бай мемлекеттер арасында үздік бестікті Бруней түйіндейді. Норвегиямен салыстырғанда брунейліктер де өздерінен аса ірі мұнай және газ қорларымен мақтан алады. Тіпті мұнда мемлекеттің жалпы ішкі өнімнің 90% кен орындарының есебіне тиесілі. Әлемдегі аса ірі мұнай ресурстарын иенденіп отырған тағы бір мемлекет Норвегия. Норвегиялықтардың жылдық табысы $51.959. Осындай көрсеткішпен олар рейтингте 4-ші орында тұр. Әлем елдері ішінде тек экономикалық жағынан емес, сондай-ақ білім, ғылым саласында да қарқынды дамып келе жатқан Сингапур ең бай мемлекеттер арасында 3-ші орынға жайғасқан. Сингапур халқының жалпы ішкі өнімін жан басына шаққанда бір жылда әр сингапурлық тұрғын $56.498 табыс табады екен. Люксембург. Сырт көзге территориясы кішкене ғана қала мемлекет болып көрінуі мүмкін. Алайда, мұндағы жалпы ішкі өнім жан басына шаққандағы мөлшері $87.541. Осындай көрсеткішпен Люксембург рейтингте 2-ші сатыға жайғасқан. Катар. Нәтижесінде әлемнің ең бай өмір сүретін мемлекеті Катар мемлекеті болып шыққан. 1,7 миллион ғана халқы бар Парсы шығанағында орналасқан бұл мемлекет 2015 жылдың алғашқы жартысында тұрақты және ең көп мөлшерде табиғи мұнайды өндіретін елдердің қатарынан табылып отыр. Оңтүстік батыс Азияда орналасқан Катар астанасы Дохада жұмыссыздық атауымен жоқ деп танылған. Катар табиғи газ қоры жөнінен дүние жүзінде 3-ші орында тұрса, табиғи газ экспортынан 6-шы орынды иеленеді. Мұнда жалпы ішкі өнім жан басына шаққандағы жылдық мөлшері $88.222 құрайды. Ал Қазақстан Республикасы жалпы ішкі өнім жан басына шаққандағы жылдық көрсеткіші жөнінен әлемнің 144 мемлекетінің ішінде 50-ші орынға тұрақтаған. Ресми деректерде қазақстандықтардың жылдық табысы $14.000 құрайды деп көрсетілген.
Бүгінгі видеода біз әлемнің 10 бай мемлекеті туралы мәлімет алдық. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Ал мен жаңа видеомды жасауды бастайын.